Сәлеметсіздер ме? Бұл HTML CSS JS сабақтарының 35-ші бөлімі. Бүгінгі бөлімде біз JavaScript-тегі салыстыру, логикалық және шартты операторлар жайлы айтып кететін боламыз. Мен әдеттегідей мынау сілтемені видеоның сипаттамасында қалдырып кетемін. Енді ары қарай осыдан егер түсінбей қалған жерлеріңіз болса, мына жерде мысалдары бар, соларды көріп тексерсеңіздер болады. Жалпы бірінші мына жердегі негізгі айтып кететін нәрсе бұл шартты оператор. Өйткені шартты оператор жалпы бағдарламалау тілінде өте көп кездеседі. То есть мысалы сіз код жазатын болсаңыз, бұны өте көп пайдаланатын болады. Сондықтан да осыны жақсылап түсініп алған дұрыс. Ал жалпы осы шартты операторлар тек мынандай салыстыру және логикалық операторлардың көмегімен жұмыс істейді. То есть өйткені шартты оператор деп өзі айтып тұр, бірдеңені шартты тексеру керек. Ол әдетте математикадағы сияқты мынандай салыстырулар арқылы тексеріледі. То есть тең ба, үлкен ба, кіші ма деген секілді. Сондықтан да осы тақырыпты жақсылап түсініп алған дұрыс. Жалпы мен бірінші бұларды айтпастан бұрын мен мынандай нәрсені айту естен шығып кетті. Жалпы JavaScript-те мынандай функциялар бар, alert деген. Alert деген просто экранға ескерту шығару, мысалға сенің бірдеңең досың деген сияқты. Егер де бұны қазір запускать етіп қарайтын болсақ, мен мына тест HTML-да лайв серверін ашамын. Мені көрдіңіздер ме, мынандай сенің досың деп ескерту шығарып тұрды, окейді бассаңыздар болды, тоқтады. Alert деген осы үшін керек. Одан кейін мынандай нәрсе бар. Мынандай комментарий қалдырсайын лучше. Одан кейін мынандай бір айнымалыға теңестіріп алатын нәрсе бар қазір, то есть функция. Ол мысалға x деген санға prompt деп жазылады. Ол екі түрлі аргумент қабылдайды. Біріншісі сообщение, то есть андай көрсетіліп тұратын типа x айнымалысын енгіземін да. Ал мынау екінші аргументі ол бастапқы по умолчанию кететін нәрсе. Егер мысалы қазір мен мынау істеймін екен, по-моему, C деген. Егер де қазір мен мысалға мерге ештеңе енгізбей окейді басатын болсам, ондай болса мына жерге мына x-қа ешқандай айнымалы берілмей қалуы мүмкін. Так, қазір alert x деп көрейікші. Егер мен просто ештеңе енгізбей окей дейтін болсаңыздар, қараңыздар, көрдіңіздер ме, мына пустой болып тұр. Өйткені бізде мына жерде промптта және ештеңе енгізбеген соң, пустой окейді басқан соң бізде мынандай пустой нәрсе шығып тұр. Сондай болмас үшін мына промптқа екінші аргументті береді өтір арқылы бастапқы мән типа мысалы 45 деген сан деп беретін болсақ. Так, тұра тұрыңыздар. Егерде 45 деп тұр, 45 емес, біз 12 деп енгізейік та, окейді басайық. Сол кезде мына 12 деп шығарып тұр. Prompt деген осы үшін керек. Ал alert деген экранға жаңағы сообщение шығару үшін керек. Одан кейін мынандай да бар, let бір y тең деймін да, confirm деген бар. Confirm деген типа сенің жасың 18 деме деген сияқты. Қайын көрейікші, мынан окей деймін, alert шықты. Мәне сенің жасың 18 деме деп тұр, окейді басатын болсаңыздар. Мына y деген мәнге true деген айнымал, true деген мән берілу керек, то есть логикалық тип. Егер де қазір екеуін атсайық пока комментариймен. Мәне true деп тұр. Қайын амын айтырекші. Неге мынау сақталмай қалды ма? Сенің жасың 18 деме окейді басатын болсам, мені true дейді да. Қазір егерде мен мынаны амнайт етіп, енді окейді емес, отменаны бассам, ондай болса мені false деген мән қайтарады. Осындай жалпы 3 функция бар. Alert, prompt и confirm деген. Бұлар жалпы негізі бүйтіп көп пайдаланбайды, просто осындай именно үйрену кезінде, андай разработка кезінде, типа мысалға бір айнымалының мәнін көре салайын деп, мысалға мына сияқты мерде y-ның мәнін көре салайын болсын десеңіздер, console.log сияқты осылай жазып көре салсаңыздар болады. Жалпы осы үшін керек, мына alert, confirm, prompt деп. Сондықтан да осыны біліп кеткен дұрыс.
мен просто оларды айту естен шығып кетті. И енді мынау неге көшейік. Шартты операторлар үшін керекті мына салыстыру операторлары. Жалпы мына жерде JavaScript-те салыстыру операторлары былай жазылады деген. То есть қараңыздар, просто математикадағы сияқты мынандай тең, либо мынандай, қалай артық, кем, немесе тең деген мынандай знак. То есть қатарынан жазылады, мына арасын ашпай жазу керек. Одан кейін мынандай знак бар. Одан кейін теңестіруді салыстыру үшін тең деген екі тең арқылы жазылады. Өйткені бізде есімізде шығып кетпесек, мынандай бір тең ол андай меншіктеу айнымалысын білдіреді. Сондықтан да салыстыру операторымен шатастырып жүрмеңіздер. И одан кейін тең емес деген знак бар. Ол мынандай JavaScript-те мынандай леп белгі, потом мынандай тең деген сұрақпен жазылады. Так, жалпы енді соларға мысал келтіріп кетейік. Қазір мысалға мен alert арқылы жазайын енді, console logпен мынандай ашып жауап жүргенше ше. Мысалға қараңыздар, мен мерге бір 9 деген сан жазамын да. И мені 9 10-нан артық па деймін. Қазір мені false артық емес деген білдіріп тұр. Одан кейін айтып кететін нәрсе, мына жерде қараңыздар, салыстыру операторлардың нәтижесі ол логикалық типтегі мәнді қайтарады. Жалпы логикалық типтерді мен айнымалылар жайлы айтып кеткен кезде түсіндіріп өткенмін. Ол мысалға мынау логикалық типтерге boolean деген жатады деп айтқан едік. Соның ішінде оның мәндері true false'тан ғана тұрады. То есть оның мағынасы true деген я, жоқ, true'дің мағынасы именно я, дұрыс, ақиқат, рас деген білдіреді. То есть шын дегенді білдіреді. То есть дұрыс барлығы деген білдіреді. Ал false деген қате деген білдіреді мені. Егерде қазір мына жерде біздің есебіміз, то есть былайынан 9, мынаны қараңыздар, мына жерде мен мынау артық деген мынандай знак дедім я. Значит, былай оқимыз 9 артық 10-нан деп тұр. Бірақ ондай бізге мынандай шарт дұрыс емес, то есть қатені білдіріп тұр. Значит, бізге false деген мәнді қайтарып жатыр. Ал егерде мерге бір 12 деп жазатын болсам, ондай болса true болады. Өйткені 12 артық 10-нан деп тұр. Мені 12 артық 10-нан, я, дұрыс. Значит, дұрыс. Одан кейін мынандай кем болып салыстыру, енді түсініп тұрған жастар, просто маған қарама қарсы. 12 10-нан кем ба деп тұр. False. Жоқ, ол ондай емес. Значит, қате деген білдіреді. Ал мерге 9 кем ба 10-нан деп тұр. Мен 9 кем 10-нан деген білдіреді. Ол бізде false. Так. Мені true'ді қайтарады, просто мен сақтамаппын ғой. Мына JS-ті жазған кодты сақтап алып бүйтіп көрген дұрыс. Мені енді 9 10-нан кем ба деп тұр. Я, дұрыс, true'ді қайтарып жатыр. Одан кейін мынандай тең және де мынандай знактарды білдірту, ол просто мынандайды білдіреді. Егерде біз мерге бит жазатын болсақ, қазір мынау true'ді қайтарып тұр ғой. Егерде біз барамыз да мынау мына жерге барып 10 деп жазатын болсам, ол нәрседе true'ді қайтарады. Өйткені мына жерде тең знагы да бар да. То есть 10-нан кем немесе тең дегенді білдіреді. Кем немесе тең деген, значит, екеуінің біреуін орындалса, ондай болса дұрыс деген білдіреді. Егерде мен просто бит жазатын болсам, қазір false қайтару керек. Мені көрдіңіздер ме? False деген, значит, өтірік дегенді білдіреді. Сенің мынау салыстырушы операторың дұрыс емес деген білдіріп тұр. Ал тең арқылы жазатын болсам, ондай болса істейді. Мені true деген, значит, дұрыс деп тұр. Егерде бір 12-ін жазып қарайтын болсақ, по-моему, ол false болу керек. Өйткені ол мынау екі шарттың біреуі орындалып жатқан жоқ. То есть мерде как бы тең де емес, мынау 12 10-ға тең де емес, немесе одан кем де емес. Одан кейін салыстыру мынандай тең арқылы жазылады. Теңестіру. Мені 12 10-ға тең ба деймін, false қайтарады. 10 10-ға тең ба деймін, true'ді қайтарады. Мына жерде мынаның арасы бүйтіп аш жазбаңыздар. Өйткені қазір мынандай ошибка болады, мені ештеңе көрсетіп жатқан жоқ, значит, бізде ошибка болды. Оны көреміз. Настройки деппін ғой. Дополнительный инструмент разработчиканы ашып көреміз да, мені syntax error деп тұр. Сізде мынандай қателік. Егер барып басатын болсақ,
Мынаны бассақ көрсететін еді. Очень странно так. Мына файлға көшіп жатыр ғой. Походу ауысып кеткен екен. Неде, по-моему, CSS бізде JavaScript толығымен шықпай жатқан соң. Вот енді шықты. Неге өйтіп тұр? Мына жерде сразу көрсетіп тұр, қандай строкадан қате кеткен. Мына қызылдың барсаңыздар, именно қай жерден синтаксис қате кеткенін көрсетіп тұр. То есть бұны екеуін жабыстырып жазу керек. Бағанағы мына салыстыруларды да солай. Мына екеуін бүйтіп арасын ашпай керек, өйткені қате болады. Мына жерде қате көрсетіп тұр, синтаксис токен, синтаксис қате деп. Ал егер бітсек, бәрі дұрыс орындалып жатыр. Одан кейін мынандай тең емес деген знак мынаны білдіреді, мысалға 10-10-ға тең емес дегенді білдіреді да, бірақ ол false қайтарады, мысалға 10-10-ға тең ғой, значит ол дұрыс. То есть мынау біздің тең емес деген шартымыз бойынша ол қате false. Өйткені 10-10-ға тең емес деп тұр. Бірақ ол ондай емес, значит false қайтарады. Ал егер деп мысалға 11-10-ға тең емес десем, ондай болса true'ді қайтару керек, міне true деп тұр. Значит, біздің мынау тең емес деген шартымыз дұрыс орындалып жатыр. Бұның да арасын бит жазу керек, то есть андай жабыстырып жазу керек, әйтпесе қате болады. Міне кодымыз орындалмады. Егер де ашып қарайтын болсақ, мына консольде қатен көрсетіп тұр. Ал бітсек бәрі дұрыс. Жалпы салыстырулар оңай деп ойлаймын. Мына жерде мысалдарын өздеріңіз де бүйтіп ашып қарап, өздеріңіз әртүрлі мысалдар теріп көрсеңіздер болады. Одан кейін салыстыру оператор нәтижесін кез келген айнымалыға бере аламыз деп тұр. Ол мынаны білдіреді, просто егерде біз мысалға бір let x деген айнымалы аламыз да, бір 5 үлкен 6-дан дейміз да, и console log, енді осы x дегенді бүйтіп жазатын болсақ, ондай болса мен true'ді қайтарып тұр. Егерде мен наоборот бүйтіп жазатын болсам, қазір false болу керек. Мына жерде біз x деген айнымалыны экранға шығарып жатырмыз да, бірақ ол айнымалы өзіне мән ретінде мынау салыстыру оператордан шыққан нәтижені өзіне алып тұр. То есть мына жердегіндей бүйтіп кез келген мәнін осылай берсек болады. Одан кейін мынандай біз қазір мына жерде бағаналы бір сандарды салыстырып жатырмыз, то есть кәдімгі математикалық секілді. Одан бөлек мынандай бір әріптерді салыстырсақ болады, әріптер немесе андай сөздерді ше. Сондай кезде қалай жұмыс істейтінін біліп алған дұрыс, өйткені біреулер бар, мысалға мынау мынандай салыстыруды істеп жүру мүмкін, типа үлкен А мен кіші А екеуі бірге тең деп ойлайтын жастар, мысалға, өйткені как бы бір әріп қой, біздің түсінігіміз бойынша. Бірақ мына жерде мына false деген қайтарып тұр, ол қалай деп ойласаңыздар, екеуі де бір әріп қой, неге ол қате деп көрсетіп жатыр бізге деп түсінбей отырсаңыздар, ол былай жұмыс істейді. Жалпы мен мына жерге сілтемеде қалдырып кетемін, мынандай, то есть мына мақаланың ішінде мынандай сілтемелер бар. Мынаны ашып қарайтын болсаңыздар, мынандай нәрсе бар. Мынау Unicode деп аталады. Жалпы кез келген бағдарламалау тілдерінде осы Unicode, ASCII код дегендерді білген дұрыс, өйткені біз түсінігіміз бойынша әріптерді бірдей деп ойлаймыз, бірақ Unicode бойынша ол әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, қазір қараңыздар, менде ағылшынша, так, мен қайсысын бастым? Мына основной латиница деген қарайтын болсаңыздар, мен ағылшынша үлкен А әріпін барып қарайтын болсаңыздар, мен номер в Unicode деп тұр да, 0041 деп көрсетіп тұр. 0041, үлкендікі. Мынау астында мына жерде көріп тұрген ғой, міне. Ал мынау кіші әріпін барып қарайтын болсақ, кіші әріпі 0061 деп тұр. И ол осы JavaScript біздің мына жерде түсіндіріп кеткен, жалпы мынау мысалдарымен бірге. Біздің JavaScript алады да, типа мына жерде мынандай нәрсемен салыстырып тұр, ол 0041 тең 0061-ге тең деп осылай салыстырып тұр да, ол код біздің мына әріптерді емес, Unicode-тағы несін көріп тұр, то есть номерін. И осы арқылы салыстырады да, бізге мына 41 мен 61 тең емес қой.
сондықтан бізге false қайтарып жатыр, мына жаққа барып қарайтын болсаңыздар. Ал егер де қазір біз мына жерде мынандай 41-61-ден артық па деп қарайтын болсақ, ондай болса ол да false қайтарады. Ал егер де былайнан 41 мына жерде былайнан жазылатын болса, то есть үлкен А әріпі кем кіші А әріпінен дейтін болсақ, ондай болса қазір true'ді қайтарады, өйткені оның Unicode-дағы нөмірлері бойынша салыстырады да, 0041 0061 дейді да. И сол кезде true'ді қайтарады. Мынаны қараңыздар, true'ді қайтарып тұр. Жалпы осылай андай әріптерді, именно әріптерді салыстыру осылай әртүрлі. Қараңыздар, мына жерде егер де біз мынау ссылкада тағы да мен кириллицаны қалдырып кеткем. Бұл жерде кириллицада да андай бұл жерде де А әрпі бар ғой, бірақ бұл жақтағы вообще бөлек уже. Қараңыздар, нөмірлері әртүрлі. Мына кіші әрпінде нөмірі әртүрлі. Соны түсініп кетіңіздер, өйткені андай Unicode бойынша салыстырады ол. Кодировкасы бойынша. Мен мына жақта толық түсіндіріп кеткем. Осы жерде жақсылап оқып, мысалдарына бетіп қарайтын болсаңыздар, түсінесіздер деп ойлаймын, егер түсінбей жатсаңыздар. Одан кейін мынандай енді біз әріп емес, мысалға мына жерде бір автор деп салыстырып қалмаған, ол деп салыстыратын болсақ, ондай кезде мынандай алгоритм бойынша жұмыс істейді. То есть біздің салыстырудың орындалу реті JavaScriptте былай орындалады. То есть ол алдымен жолдың бірінші символдарын салыстырып шығады. Мына жерде бірінші мынандай А мен А-ны салыстырады, дұрыс. Одан кейін егер салыстырып жатқан бірінші жолдың алғашқы символы екінші жолдың алғашқы символына артық болса, онда бірінші жол үлкен болып табылады дейді. То есть бізде пока әлі мына жерде салыстыру сонымен аяқталады деген. Егер де мысалы қараңыздар, мына жерде бір А-ның орнына кіші А-мен жазатын болсам, ондай болса мына бірінші 61 үлкен болып кетеді ғой. Сөйтіп мынау салыстыру сразу тоқтайды да, дальше мына L-дар вообще салыстырмайды. Мысалы L мен F салыстырмайды да. Сөйтіп программа тоқтайды да, сразу true мәнін қайтарады. Қазір егер де қарайтын болсаңыздар, мен мына жерде true мәнін сразу қайтып жатыр. Өйткені мына код орындалып, бастапқы бірінші әріппен салыстырды да, қайсысы үлкен болды, сонымен программа тоқтай салады. Ал егер де мысалға мына жерде бір автор, потом барып неға не знаю, бір аффорд деп жазсылайықшы. И осындай жазу кездесетін болса, ондай болса уже ол мына жерден код тоқтамайды да, өйткені бірінші символдары бірдей болды ғой, и екінші символдарын салыстырып шығады. Міне егер алғашқы символдар бірдей болса, онда дәл солай екінші символ салыстырылады деп тұр. То есть енді F-тар мен F салыстырады, F пен F екінші символдары. Егер олар да бірдей болса, үшінші символға көшеді. Уже мына жерде T мен F салыстырылады. Егер де біз мына кодына қарайтын болсақ, так, F кәніз. Міне F 66-ға тең, ал T 74-ке тең. Значит, 74 үлкен болады да, қазір, по-моему, мынау автор деген сөз үлкен болу керек, по-моему. Міне true болып тұр. Осымен код тоқталады, и егер жолдар бірдей аяқталса, онда екеуі тең дегенді білдіреді. Ал егер бір жол ұзын болса, онда сол үлкен болып саналады деп тұр. Мына жерде сразу код тоқталып қалды, онда автор мен T мен F-ті салыстырды да, дальше тоқтап қалды. Ал егер де мысалға мынандай жол кездескенде, типа автors депші, осы кезде мына автors үлкен болады, өйткені мына жерде S бір сан артық болып тұр да, бірақ не болып тұр, мына жақта 5-ақ символ, мына жақта 6-ақ символ. Бірақ мынандай кезде, то есть екеуінің жазулары әртүрлі болған кезде, ондай болса, қайсысы бірінші кездескен символ үлкен болды, сонымен тоқтайды. Мына жерде автор үлкен болып тұр, өйткені қараңыздар, мен мына екі салыстыруды қараңыздар да, енді қайтарып тұрған мән true, бірақ мына ұзын болса да true'ді қайтарып тұр. То есть мына жерде 6 символ, мына жерде 5 символ. Өйткені ол мына жерде T мен F екеуін салыстырды да, сонымен программа тоқтап қалады, дальше орындалмайды. Мына O, R, D дегендерге қарамайды да, мына соңында қанша символ бар екенін есептемейді да, ол сразу осы мынау T мен F-ті салыстырғанда қайсы үлкен болды, сонымен тоқтап қала салады. Ал егер де мысалға мынандай бәрі бірдей болып кеп, типа жаңағы автors деп жазылатын болса, осы кезде ғана автors үлкен болады. Мысалға мына жерде false қайтарып тұр. Егер де қазір мен авторсты үлкен деп не қылатын болсам, міне true'ді қайтарып отыр, значит, дұрыс.
Жалпы жолдарды үйтіп салыстырады. Мына жерде мен мысалдар келтіріп кеткенмін. Қазақша түс пен түнді салыстырғам, одан кейін түс пен түсі деген салыстырып кеткенмін екеуін. Одан кейін әртүрлі типті айнымалыларды салыстыру деген бар. То есть мысалға біз мына жерде өңшең және жол мен жол салыстырдық, сан мен санды салыстырып жатырмыз ғой. Енді кеп мысалға бір 5 пен мысалға бір cell деген сөзбен бір 4 деген санды салыстырып көрейік. Не жазып кеттіңіз? Мына жерде false қайтарып тұр, өйткені қараңыздар. Жалпы бізде JavaScript-те салыстыру кезінде ол мысалға басқа типті айнымалар болса, мысалға мына жерде бізде мына cell деген сөз string типті ғой. По-моему, қазір мына мышканы апарсақ көрінеді ме? Бұлайнан біз егер әрқайсысын жазып қарайтын болсақ ше, let a деймін да, осы жерге cell деп жазамын да, ал let b тең 4 деп салыстырып, 4 деп, енді мына жерде a мен b-ны теңестіріп көретін болсақ ше қазір. Мына жерге қазір, по-моему, a-ға апарсам, міне қараңыздар, мышканы апарсам, мынау Visual Studio Code'да өзі андай формат көрсетіп тұрады. Мысалы, мына жерде қараңыздар, let a тең string деп тұр, ал b-ға апаратын болсам, number деп тұр, иә. Мына x-тің мәні boolean болады, өйткені мынандай салыстырудан қайтаратын мән boolean болғанса, бізге программа мына Visual Studio Code өзі автоматически көрсетіп тұр, қандай типтер екен. Міне көрдіңіздер ма? Мына boolean x, a string, b number. И осыны қараңыздар, енді басқа типтегі айнымалар болатын болса, онда оны ол numberге айналдыруға тырысады. Егер де қазір қараңыздар, мен мына жаққа барып бір console.log біз мынандай басқа айнымаларды санға айналдыру үшін мынандай функцияны пайдаланушы едік. Түрлендіру үшін, то есть типін number дейміз да, біз a дегеннің типін түрлендіріп көреміз. Енді қазір меқа барып қарайтын болсаңыздар, мұны none деген қайтарып тұр. None деген ағылшынша not a number дегенді білдіреді деп айтып кеткен едік. То есть екеуі мына жерде, то есть none деген сан мен мынау false деген, false деп қой, 4 деген сан екеуі бірдей емес. То есть ол мына жерде типа салыстырып тұрған кезде былайынан салыстырып тұр ғой, мына жерге барып тұр да, a-ны санға айналдырып жіберді да, сөйтіп none тең ба 4-ке деп салыстырып жатыр. Бұл жерде тең емес қой, сондықтан да мынау return false қайтарады. Егер де мен мысалға мына жерге 0,007 деп жазатын болсам, ондай болса ол сразу мына 7-ге айналдырып тұр біздің санымызды. 0,07-ні мынау number осылай айналдырып тұр, мына салыстыру кезінде. Соны ұмытып кетпеңіздер, то есть ол типті бірінші мынандай number дегенге түрлендіріп алады да, одан кейін барып қана салыстырады. Мына жерде мысалдарын беріп кеткем. Жалпы қарап өздеріңізде осыны теріп жазып көріңіздер, или өздеріңіздің мысалдарыңыз болса оймен теріп көріңіздер. Одан кейін осындай мынандай қателік болмас үшін, мысалға кейбір кездері мынандай типа әртүрлі типтерді салыстыру керек болмай қалады, тип андай міндетті түрде типа типтер бойынша салыстыру керек болу керек кездер болады. Сондықтан да JavaScript-те кейін мынандай енгізілген, мынандай 3 тең деп. Бұл да салыстыру операторы, бірақ бұл андай мынау сияқты бірінші number дегенге түрлендіріп алмайды да, мына жерде ше, мысалға a-ны бірінші ол санға айналдырып алады да, одан кейін барып қана салыстырады. Ал мынау 3 тең арқылы жазылатын, немесе мынандай тең емес деген мынандай знак бар. То есть бұндайды қатаң тең салыстыру оператор, немесе қатаң тең емес деп аталады. То есть ол жерде мынандай типтеріне қарамайды да вообще. Егер де қазір қараңыздар, мен мына бүйтіп алсам, мына бүйтіп лучше бүйте салайықшы. Бірінші қараңыздар, анау a мен b-ны салыстырамын да, мына жерде егер де теңестіру болып жатқан соң, біз лучше теңестіріп екеуін.
мысалға а тең б-ға деймін да, бірінші. Одан кейін мынандай қатаң тең арқылы жазатын болсам, 3 тең арқылы жазылады, б деймін. И қарайтын болсаңыздар, қазір мына жерде мынау біріншісі true'ді қайтарады да, екіншісі false'ды қайтарады. Міне көрдіңіздер ме? Біріншісі дұрыс деп тұр. 4 пен 4 саны тең. Өйткені ол мынау string типін санға айналдырып алды да 4-ке. Потом барып қана салыстырды. И соның арқасында оған true деген мән қайтарды да, ал мына жерде ол мынаны string типпен сан типін салыстырып жатыр. Сразу айтып қояйын, екі түрлі типті айнымалар кездесетін болса, мынандай кезде ол вообще тең болмайды. Ол қаншалықты бірдей болса да, біз айтып кеткен едік қой, егерде мысалға мына жерге мынандай true мен 1 деген екеу андай true'ды санға айналдыратын болсаңыздар, бірдей айналады. Осы кезде де міне қараңыздар, мына екеуі бірдей болып тұр. А мен Б, өйткені true бізде 1 дегенге айналып жатыр да. Егерде қазір қарайтын болсаңыздар, мынандай console log арқылы, так, егерде мына number true дейтін болсам, бізге ол мені 1 деген санға айналады. Бірақ сөйтіп барып қана 1 мен 1 салыстырады да мынандай кезде, и сол кезде бізге true'ді қайтарып тұр. Ал бірақ мына кезде ол өйтіп типтерді санға айналдырмайды, то есть просто әшейін барады да true мен 1-ді салыстырып тұр. Ол екеуі екі түрлі айнымалы типтер, сондықтан да ол қате болады. Жалпы осылай салыстырулар мына жақта толық өздеріңізде негізі былайна мен секілді мына жерде тексеріп көрсетіп жатырмын ғой. Тура сол сияқты сіздер де осылай жазып үйренген дұрыс, өйткені андай қолыңызда үйренеді, и потом андай әрі естіп, әрі көріп, әрі денеңізбен қозғалып жазатын болсаңыздар, естеріңізде жақсы сақталады. Одан кейін мынандай логикалық операторлар бар. Жалпы негізі 3-ақ түрі бар, оның немесе, және, потом емес деген. Негізі осылай аталады, аттарымны орысша или, и, емес дегенді аударады. Ал, по-моему, ағылшынша былай болу керек оны. Может быть, егер сіздер андай бір немесе деген or дегенді білдіреді, потом барып және деген and, и потом мынандай not деген, мынау емес дегенді білдіреді, мына леп белгіні. Бұндайда андай бір логикалық математикаларда өтулеріңіз мүмкін, логикалық алгебрада, по-моему. Жалпы осылай логикалық салыстыру, в общем, терістеу дегендер бар еді әйтеуір. Бұлардың да жұмыс істеу принципі жалпы мынандай. Егерде мысалы екі true кездесетін болса, ондай болса мынандай так, мыналарды өшіріп тастайын. Лучше алертпен жазсайын, иә. Так, мына екі true'ды мынандай тік жақша деп болған. Тік сызықша арқылы жазылады. Бұл, по-моему, Enter'дің үстіндегі кнопка бар ғой, сол жерде андай shift арқылы жазсаңыздар шығу керек, егерде таппай жатсаңыздар оны клавиатурадан. Мынандай екі true кездессе, true деген қайтарады. Жалпы бұл логикалық типтермен ғана жұмыс істейді, то есть. И потом барып, егерде мынау жәнегіндей мынау бірінші false, потом барып true кездесетін болса, ондай болса true деген мәнін қайтарады. Жалпы просто мына жаттап алсаған дұрыс, өйткені қараңыздар, мына жерде өзі логикалық айнымалы екі-ақ қана типтен тұрады ғой. Сондықтан да оның бір жалпы есептеу мәні 4-ақ есептеуден тұрады. То есть осылар жаттап алсаған дұрыс, лучше мына жерде қараңыздар. True мен true кездессе true болады, false пен true кездессе true болады, true мен false кездессе true болады. То есть көрдіңіздер ме, мынандай немесе деген оператор кезінде только екеуі false болса ғана false деген мәнін қайтарады. Сондықтан да бұны еске сақтап алған дұрыс. Потом барып мынандай қатарынан бит тексеруге болады. Бұны тексеру кезінде типа мына орындалу реті былайынан орындалады деп жазып қойған. Мен операторын бірнеше мәнерге қолданып, онда келесі әрекеттер орындалады. То есть ол солдан оңға қарай орындалады. Егерде мен мысалға бір екі оператор, мысалға мына жерге барып false деп жазатын болсам, бірінші мына екеуі есептелініп алады.
біз егерде жаңағыдай не қылатын қарағанымыз болса, біз мына 2 мән трюді қайтарады дедік, иә. Жалпы мына екеуі трю деген мәнін қайтарып тұр. И потом барып трю мен мынау false деген екеуі есептелінеді. То есть мысалға мына жерде же екеуі есептеліп қойды ғой. Осыдан true деген мәнін қайтарды, потом true мен false салыстырады, онымен false қайтарады. Сонымен мәні false болу керек қазір. Так, мен бірдеңе қате ойлап жібердім. То есть я мына біріншісінде true қайтарылып тұр. Потом true мен false кезінде тағы да, және false деген бәрі false болған кезде ғана қайтарады деп айттық қой. Сонда мынау бүкіл нәрсе false кезде ғана сонда false болады. То есть мысалға мына бәрі false болса ғана, по-моему, false болу керек. Егерде арасында бір түрі кездессе, уже тоқтап қалу керек, по-моему. Так, неге? Бұның айтпақшы, одан кейін мынандай орындалу ретін қарайтын болсаңыздар, әрбір операнд логикалық мәнге түрлендіреді, одан кейін нәтиже true болса операция тоқтап, осы операндтың бастапқы мәнін қайтарады. Барлық операндтар false болса, соңғысының мәнін қайтарады деп тұр. Бізде одан кейін мынандай айтып кететін нәрсе, так, мына жерде тұра тұрыңыз. True неге true қайтып тұр, бізге түсінбедімше. Мына жерде айтпақшы, және орындалу ретін түсініп кетіңіздер, мына жерде қараңыздар. Солдан оңға қарай салыстырып жатыр, міне false пен false келді да, false болды да, тоқтады. Осы есептелді, одан кейін мына false пен true'ді салыстырып жатыр мына жерде. Сөйтіп қараңыздар, мына екеуінің мәні true'ді қайтарады ғой. Сөйтіп сонымен уже мынау тоқтап қалады да, дальше орындалмайды. Мынау false деген дальше мынау true мен false'ды салыстырмайды ол. Өйткені мына жерде қараңыздар, егерде оқитын болсаңыздар, нәтиже true болса, операция тоқтап, осы операндтың бастапқы мәнін қайтарады деп тұр. Осымен тоқтап қалады, сондықтан да дальше ол мынандай есептемейді мынаны. Сол үшін бізге жаңағыдай нені қайтарып тұр. И одан кейін мынандай әртүрлі типтерде осылай логикалық операторды қолдануға болады, әртүрлі типтерге де. Бұл жерде де жәндегі салыстыру оператындағы секілді, мына hello'ды бірінші санға емес бұл жолы, бұл жерде өңшен логикалық андай типтермен жұмыс істейміз ғой. Сондықтан да ол барынша неге айналдыруға тырысады. То есть егерде hello деп жазатын болсаңыздар, ол мынаны hello дегенді бірінші неге айналдырып алады. Қазір мен alert деймін да. Егерде ұмытып кетпесеңіздер, мынандай boolean деген функция арқылы мынандай логикалық типке, әртүрлі типтегі айнымаларды логикалық типке айналдыруға болады, түрлендіруге. То есть мына жерде қайтаратын болса, мына true деген мәнін қайтарады екен. True, потом барып hello деген шығарып тұр бізге. Мынау hello дегенді логикалық типке айналдыратын болсақ, ол true деген мәнін қайтарады. И бізге мына екеуінің нәтижесі ретінде бізге hello деген сөз қайтарып тұр. Өйткені мынаны оқып қарайтын болсаңыздар, қараңыздар. Әрбір операнд логикалық мәнге түрлендіреді. Нәтиже true болса, операция тоқтайды. И потом осы операндтың бастапқы мәнін қайтарады дейді. То есть бізде мына жерде hello болып тұр ғой. И осының мәнін қайтарады. Егерде мына жерге мен қазір, по-моему, false деп жазатын болсам, ол уже есептелмейді, сразу true'ді қайтару керек бізге. Hello'ды, өйткені мына жерде жаңағыдай айтып кетті, true кездессе, ондай болса тоқтап қалады деп. Жалпы осындайларды біліп кеткен дұрыс. Мына стандартта андай типтерге түрлендіру жайлы осылайынан кете береді. Оларды да мысалға мынандай boolean арқылы көріп алсаңыздар болады, қандай сан не қайтаратын. Міне true'ді қайтарып тұр. По-моему, ол только мысалға 0-де ғана false қайтарады да, қалған кезде бәрінде true болады. Любой сан, егерде қазір мерге мен минус 45 деп жазатын болсам, ол да бізге нені қайтару керек бәскізіне да амнайт етсең. Міне true'ді қайтарып тұр. Мына жерде alert емес, лучше консол арқылы жазып кетейікші, өйткені андай. Мына консул лог арқылы жазып кетейін, чтобы андай
Мына true и hello деген қайтады. Егер де қазір қараңыздар, мен минус 0 дейтін болсам, ондай кезде false болу керек. Ал то есть 0 болса ғана false деген мән болады да. Ал қалған любой сан кезінде true болады ол. Мына жерде хоть миллион сан жазсаңыз да ол true'ді қайтарады, өйткені 0 кезінде ғана false қайтарады да. Мысалы, егер де мынандай нақты санды жазсаңыздар да true'ді қайтарады. Ал мынау только пустой строка болса ғана, мысалы қазір мына жерде false қайтарады. То есть андай string типтегілерді салыстыру кезінде ше, мына жерде string типті ғой мынау. Бірақ ішінде любой бір сөз келсе уже, по-моему, нені қайтару керек, true'ді қайтару керек. Я мына жерге қазір 0 деп жасам да ол true'ді қайтарады, өйткені мына жерде мынау string болып тұр да, өйткені ішінде хоть бірдеңе болса болды, сразу true'ді қайтарады. И мынандай пустой кезінде ғана, мына қазір менде ешқандай символ жоқ қой. По-моему, пробел жазсаң да true'ді қайтару керек, өйткені символ бойынша есептейді. Айтып кетейін. Андай Unicode бойынша ше, өйткені мына пробелдің өзі бір Unicode-ның символы. Егер де қарайтын болсаңыздар, основная латиница. Так, символы, мына жерде мына пробел деген көрдіңіздер ма? Ол да Unicode-да бір 20 деген санға тең. То есть сіздер ештеңе көрмегенмен программа бұл жерде пробел бар екен көріп тұр да. Сондықтан да тек мынандай пустой кезінде ғана true деген қайтарады, и сол бойынша салыстырып тұр. Жалпы түсінген боласыз деп ойлаймын. Оны түсінбей жатсаңыздар, мен, по-моему, мынандай преобразование типов ба, сондай орысша. Преобразование типов JavaScript десеңіздер шығу керек. Мына Learn JavaScript-тің жақсы деген сайт. Осы жақта міне. Менде, по-моему, бұны бір 33-ші сабақта ма айтып кеткенім, или 32-де ма? По-моему, 33-те айтып кеттім. Жалпы, одан кейін мынандай және деген бар. Және деген бұл да тура және немесе сияқты. Бірақ бұл жерде только екеуі true болса ғана, қараңыздар, екеуі true болған кезде ғана true деген мән қайтарады да, қалған моментте полностью false қайтарады. Бұны айтып кетпей-ақ қояйын, өйткені түсінесіз деп ойлаймын. Бұда да дәл сондай. Бұл жерде бірақ егер нәтиже false болса ғана код тоқтатылады, дальше андай орын алмайды. Бұда да дәл сондай пайдалансаңыздар болады, андай әртүрлі типтегілермен салыстыруға болады. Одан кейін қараңыздар, мынандай операторның басымдығы деген түсініп кетіңіздер. Егер де мен қазір мынандай бір салыстыратын болсам, мына жерге бүйтемін да. True деймін да. И мынандай кезде, мынандай қатарынан келсеші, осы кезде мына екеуі бірінші орында алады. То есть андай тура көбейту алу деген сияқты, тура андай көбейту мен мысалға қосу екеуі қатарынан келсе, бірінші көбейту орындалады. Тура сол сияқты мына жерде де мына екі логикалық оператор қатарынан келіп жатыр, и осы кезде мынау бірінші орындалады. То есть мына екеуінің мәні шығады да, true мен false бізде қараймыз. True мен false бізге false береді. Мына жерде қарап тұрайтын болсаңыздар, міне true false бізге false деген мән қайтарады. И значит false деген мәнмен одан кейін барып мынау мән екеуі салыстырады. False пен false салыстырады. Бізде false пен false екеуі false қайтарады, и осы кезде, по-моему, кодымыз мына false деген мәнді қайтарып тұр. Жалпы осындай басымдығын біліп кеткен дұрыс. И мына емес деген просто әшейін мәнін қарама-қарсыға айналдырды. Егер де мен қазір қараңыздар, мен мынандай бір true дегенді жазатын болсақ, андай лепберг арқылы, ол бізге false деген қайтарып тұр. Өйткені ол просто мәнін қарама-қарсы мәнге айналдырады. И потомнан арасын бүйтіп ашып жүрмеңіздер. Бүйтіп орындала берді екен ғой. Что так? Егер де мен қазір бүйтіп көрейікші. Егер де true мен одан кейін мынанда арасын ашуға болмайды, по-моему, қате болады. Мынанда екеулерін жабысып тұрса қате болады екен ғой. Нешеті қателесіп кетпін. Міне true мен true false көрсетіп тұр. Өйткені мынау леп белгі теріс деп жіберді мәнін. Потом мынандай false деп қарайтын болсаңыздар, ол true'ді қайтарып тұр. То есть просто мәндерін кері айналдырады.
оны да мынандай әртүрлі типтермен салыстырсаңыздар болады. Ол кезде просто әшейін мынау бірінші hello деген string типті логикалық типке айналады да, осы кезде плюс бірге айналады, то есть trueға айналдырады. И true мынандай знактың кесірінен қайтадан обратно falseға айналады. Одан кейін мынандай қатарынан мынандай екеуін жазсаңыздар болады. Бұл кезде просто мынандай айтып кеткен, мына жерде айнымалының типін логикалық типке түрлендіру үшін пайдаланады кейбір кездері. Бірақ оны постоянно пайдаланбайды, лучше былай жазбаған дұрыс. Лучше андай не арқылы жазған дұрыс. Егер де қазір қараңыздар, мен мынау hello деген сөзді былайынан string типке айналдырып жүрсем болады. То есть логикалық типке мен true'ді қайтарып тұр. То есть мынаның функцияның мынау бірінші строкада жазылған функцияның атқаратын рөлі тура мынандай boolean сияқты істеп тұр. Мына boolean и мына ішіне барып hello деп жазғанмен бірдей. То есть мына екі функцияның мынау жазылып тұрған нәрсе бар ғой. Мына екеуінің разницасы жоқ. То есть мысалға мынау екі леп белгі арқылы берілген знак тура мына boolean секілді орындайды. Өйткені айтып кеттік қой, бізде мынау жалпы бір салыстыру кезінде міне бірінші аргументті логикалық типіне айналдырады. То есть бізге мынау логикалық типке айналдырды да, одан кейін қарама қарсы мәнге айналдырды. И мына жерде мынау екеу жазылған соң бірінші мынау нәрсе орындалып алды да. То есть мына жерде trueға айналды да, мынау string типін бірінші андай trueға айналдырып алды. Одан кейін барып мына функция орындалды да, ол falseға айналып кетті. Одан кейін барып false'ты қайтадан обратно trueға айналдырып жіберді да. Осы арқылы бізде мынандай логикалық типке айналып кетті біздің кодымыз. И одан кейін барып қазір сақтасақ істеймін екен. Істей береді екен, арасын ашып жазсақ. Арасын ашып бүйтіп жазсаңыздар да болады. То есть именно осының ғана мынандай леп белгінің мынандай екі знакты бүйтіп жазатын болсаңыздар, по-моему, қате болады. Так, қазір орындалып тұр. Егерде арасын ашсаңыздар, уже қате. Бірақ мынандай леп белгі кезінде орындала береді. Так, енді біз логикалық операторларды жалпы не қылып кеттік, айтып кеттік. Одан кейін айтпақшыдай мынау емес операторы егерде былайынан қатарынан кесетін болса ше, мысалға былайынан true, потом жоқ, лучше бетіне false, одан кейін бар мынандай знак true мынандай, потом барып false деп бүйтіп кесетін болса ше қатарынан, осы кезде бірінші мынау орындалып алады. То есть мынаның мәні бізге true'ді қайтарады да, потом барып true мен true салыстырылады. И одан кейін барып қана мынау қалған мынау функция орындалады. То есть мына оператор. Бұда да андай орындалу реті, то есть мысалға мынау леп белгі бірінші орындалады, одан кейін барып қана мынау орындалады. И ең соңында мынау қатарынан кесетін немесе деген оператор орындалады. Жалпы осылай. И одан кейін енді осы шартты операторларға көшейік енді. Жалпы шартты операторлар аты айтып тұр өзі, типа шарт бойынша жұмыс істейді. Егерде мысалға бізде программада бірдеңені тексеру керек болатын болса, осындай шартты операторды пайдаланамыз. Мысалға мен жерде мысалда жазып кеткен, let age тең 18 if age үлкен немесе тең 18-ге болса ғана, ондай болса біз какой-то бір кодты орындаймыз. console.log жерде типа сен 18 плюс типа. Өйткені бізде андай бір не знаю, бір магазиндерде бірдеңе тексеру көп болса, осындай бір 18 плюстерге ғана бірдеңе сату керек болатын болса, осындай шартты операторды пайдаланған дұрыс. И осы кезде мына кодымыз орындалады. Міне сен 18 плюс. Егерде қазір мысалға мен жасын бір 19 дейтін болсам, ол кезде де орындалады. Өйткені 18-ден жоғары, 18-ге тең немесе жоғары болу керек. Ал егерде жасын мысалға бір 12 дейтін болса, уже код ештеңе мына жерде пустой орындалып жатқанда жоқ.
осы жалпы шартты оператор осы үшін керек. То есть мынау бағаналы бері салыстыру операторларын бекерден бекер түсіндірген жоқпыз, өйткені мынау осындай шартты оператордың ішінде көп пайдаланады. Одан кейін мынандай шартты оператордың ішінде мысалы бір-ақ функция емес, 2-3 функцияны жазсаңыздар болады. Мына жерде let gender дейміз да, то есть жынысы, то есть и ер дейміз. Одан кейін барып мынандай және деген функцияны қоямыз да, гендер тең болса ерге, ондай болса типа армияға бару керексің уже 18 плюс, еще еркек болсаң армияға барасың деген сияқты. Или военкоматқа. Өйткені мына жерде екі түрлі шарт орындалып тұр. И мына екеуі орындалған кезде ғана қараңыздар, мынау және деген оператор мына екі шарт дұрыс болған кезде ғана, екеуі де true болған кезде ғана мынау код орындалады. Өйткені айтып кеттік қой, мынау бағана үстінде ма? Мына және деген оператордан қараңыздар, егер де мән беріп қарайтын болсаңыздар, екеуі true болса ғана true деген мәнді қайтарады. И мынау шарт if-тің ішінде, мынау осы жақшаның ішінде true болған кезде ғана мына код орындалады да, ал мынаның ішінде егер false дейтін болса, ондай болса бұл код дальше мына код орындалмайды. И қараңыздар, мынау екеуі қазір бізде екеуі дұрыс болып тұр, и код орындалу керек. То есть мына жерде 12-нің орнына мен 21 дейін, міне армияға барасың деп тұр. Егер де жасы 12 болса, ондай болса код орындалып жатқан жоқ. Өйткені мына жерде мынау шарт орындалып тұр ғой. Ер деген дұрыс орындалып тұр да. Бірақ мынау бізге false қайтарып тұр. И соның кесірінен false пен true екеуін салыстыратын болсаңыздар, міне false пен true екеуі false қайтарады. И соның кесірінен мына код орындалмайды. И егер де қазір мына ішіне барып, мына жерде 21 қазір дұрыс деп тұр барлығы, армияға барасы деп. Бірақ мына ердің орнына типа қыз деп жазатын болсам, да уж. И бұл кезде уже кодымыз орындалмайды, бұл кезде де. Өйткені мынау шарт орындалмағанымен, мынаусы орындалып жатқан жоқ. Соның кесірінен біздің кодымыз да орындалмайды. И одан кейін мынандай тік жақша айтпын ғой. Мынандай фигурный жақша арқылы сразу 2-3 нәрсені кодты орындасаңыздар болады. Мынандай фигурный жақша арқылы, и бұл астында жабылу керек былайынан. Мына ашылып жабылу керек, то есть бұдан кейін мынандай знак қойылмайды. Ұмытып кетпеңіздер, өйткені мынандай бұл өрнек типа кодтың блогы деп аталады. Мынандай екі өрнек кездесетін болса ше, мына жер код блогы деп тұр. И осының ішіне мысалға 3-4 функцияны жазсаңыздар болады, типа андай. Типа сен 18 дейсің деп ше. Дальше осылай бір-екі нәрсені жазып кетуге болады. И осы егер қазір мерге барып ер деп жазатын болсам, мына сразу мынау ішіндегі екі командада, то есть екі мынандай функциялардың бәрі сразу орындалып жатыр. То есть осылай жақша арқылы сразу жазып кетсеңіздер болады. И егер де қазір қараңыздар, мен мынау наглядно көрсетіп кетейін. Console log деймін да, типа мына жаққа шейін бірдеңе жазып салайын. И кодты қараймыз қазір мынандай не арқылы. Source деген кіреміз да, JavaScript деген test.js ашамыз да, и мына бірінші строкаға барып не қойсақ болады, мынандай точка останова. И осыдан кейін кодты орындаймыз, қараңыздар. Кодымыз келді да, мына бірінші строкаға келді. Енді мынау төмендегі мынандай төменге қарап тұрған ссылкамен бассақ, мына екінші кодымыз орындалып жатыр. И потом мына if-тің іші орындалды, қараңыздар. И осы if-тің іші орындалғаннан кейін біздің мына кодымыз мынандай true болған соң, мына ішінде код орындалып жатыр. Көрдіңіздер ғой, мына іші орындалып, одан кейін мына жаққа көшті. Ал егер де қазір қараңыздар, мен барам да мына жаққа 21-дің орнына бір 15 жас деп жазатын болсам, енді барып кодымызды тексеретін болсақ, мына өтеді. Мына қараңыздар қазір. Бүйтіп барам да, if-тің ішіне барды ғой қазір. И қазір қарап тұратын болсаңыздар, 5 пен 6-дан
өтіп кетіп салады аттап. Тағы бір рет басам, міне сразу консуллыққа көшіп кетті. То есть біздің мына кодымыз вообще орындалып жатқан жоқ. Өйткені мына жерде именно мына if операторының ішінде шарт орындалса ғана мына код орындалады да, ал қалған моментте просто аттап өте салады. Жалпы шарт оператор жұмыс істеу принципі солай, то есть шарт орындалса ғана жұмыс істейді кодымыз. Одан кейін мынандай әртүрлі типтерді салыстыруға болады. Бұны айтып кеттік. Енді мынау ер мен нені мысалға мына жерде бір типа ер и барып бір деген санды салыстырып кетсек, по-моему, орындалып кету керек кодымыз. Мынаны алып тастай салайық точкасынан оны. И мына етіп қарайтын болсақ, бізде кодымыз орындалмады еді, значит неге олай? Так. 0 саны, мына жерде типін түрлендіруін жазып қойғанша false болады. Қалған мәнде true-ге түрлендіреді деген. Значит, бірімен бұл жерде айтпақшы, салыстыру былай орындалып жатыр. Мынау қазір, по-моему, нанды қайтарып тұр. Бізге нан мен мына бір екеуін салыстырып жатыр. Сөйтіп соның кесірінен кодымыз орындалмай жатыр. Егер де қазір мен жерге барып нан деп жазатын болсам, код орындалып кету керек. Странно, неге өйтіп жатыр? Так, оқиықшы. Менде что-то шатасып кетті мына жерден. Так, 0 саны бошыл. Короче, мыналардан басқа любой мән true-ге айналдырады деген. Значит, бір бізде мынандай бір жазу болатын болса, бір деген мән true-ді қайтару керек та, а деген неге код орындалмай жатыр. Странно, бұл жерде әріптері бойынша есептеп жатқан несі. Ой, жалпы мынаны оқып өте салыстыра деймін. Что-то менде өзім миым ашып кетті. Бұл только мынандай болса ғана екен ғой. Мен мынандай салыстыру кезінде мына салыстыру операторы орындалып жатыр қой қазір. Ол только просто пустой мән кездессе, мысалға бір hello деп жазылатын болса, осы кезде ғана орындалады. Жалпы түсінген шығарсыздар, иә? Мен және де мынандай шартты оператор, мына салыстырулар бірінші орындалып кетіп жатыр ғой мына жерде. Бірінші келеді да, мына салыстыру операторы орындалады. Сондықтан мынау және де біздің кодымыз дұрыс орындалматқан себебі және де осының кесірінен. То есть, егер просто мына ішіне бүйтіп true деп жазатын болсаңыздар, код орындалады, өйткені ол мынау іші true болса, код орындалды деген білдіреді ғой. Ал false-ты жазатын болсам, онда код орындалмайды. Егер де қазір ішіне бір деген жазатын болсам, код орындалады. Ал 0-ді жазатын болсам, код орындалмайды мені. Любой бір сан жазатын болсаңыздар, код орындалады, өйткені ол true мәнді қайтарады. Ал егер де мындай пустой нәрсені жазатын болсаңыздар, код орындалмайды. 0 деген типте код орындалмау керек мені. Ал 0-ды бүйтіп теріске айналдырып жіберетін болсам, ол кезде false болады да, ол қайтып мынандай емес арқылы true-ге айналып кетеді да, код орындалады. Жалпы только, то есть мысалға ішіне бүйтіп андай ешқандай салыстырусыз, просто пустой айнымалын беріп жіберетін болсаңыздар, пустой мәнді, сол кезде осылай орындалады екен ғой. Мен өзім жазған кодымды өзім шатастырып отырмын. И одан кейін else деген блок бар. Else деген ол, егер де мынау шарт орындалмайтын болса, келесі шартты орындайды дейміз. Так, else. Және дегенде жазып кетейік. Age 18. Және, мынаны жазбай ақ қойшы, пока бір-ақ шартты қойып кетейік. Сен армияға барасың, сен 18-десің, болмаса мынандай консуллық сен әлі кәмелеттік жасқа толмағансың.
қазір егер де кодымызды қарайтын болсақ, міне сен әлі комбинатқа жасқа толмағансың деп тұр, өйткені 15 көрсетіп тұр. Ал егер де 21 жазатын болсақ, ондай болса мына код орындалып отыр. Бұны бүйтіп тексерсек болады, мен және 15 жазамын да қазір. И мына точка останова қоямын да 1 деген жерге. И мына кодымызды запускать етеміз, айналдырамыз. То есть обновить страницу дейміз да. И енді мынау төменге баратын ссылканы түсіретін болсақ, қазір қараңыздар, мынау салыстыру орындалып жатыр да, бізде 15 пен 18 салыстырып жатыр, ол код орындалмады. То есть шарт false қайтарады да, и ол сразу мына else-тің ішіндегі кодқа көшіп кетеді. То есть жәндегі else деген, егер мынау шарт орындалмайтын болса, if-тің ішіндегі ондай болса, ол шарт орындалмайтын болса, онда else-тің ішіндегі шартты тексереміз. Шарт емес, else деген кодтың ішіндегі, мынандай блоктың ішіндегі кодты орындаймыз деген білдіреді. И дальше осылай. Ал егер де қазір жерге бір 21 деп жазатын болсақ, ондай болса қараңыздар. Қазір мынаны обновить етейік. Мына 21 деп көштік. Енді төмен түсіреміз. Шарт орындалып жатыр. Енді қазір мына else-тің ішін қараңыздар. Бұл код вообще орындалмайды да, сразу меха көшіп кетеді мына 11-ші строкаға. Қазір қараңыздар, бір рет басам. Міне көрдіңіздер ме, сразу 11-ге көшіп кетті. То есть мына жерде код мүлдем орындалып жатқан жоқ, өйткені мынау шарт орындалып тұр. То есть мынау шарт орындалмаған кезде ғана else-тің ішіндегі код орындалады. Мына жерде толық жазып кеткен, міне қазақша бұл else дегеннің переводы. Қазақша я болмаса, яки болмаса, әйтпесе, не болмаса, я болмаса, әлде деген мағынаны білдіреді. И одан кейін мынандай бірнеше шарт болатын болса, мынандай else if арқылы жазуға болады. Мысалға, міне қараңыздар. Мына функцияны бәрін теріп жазып отқанша уақыт алған шығар. Так, let деген не? Hour деген сағат деген білдіреді. То есть сағат 8 болса, и if егер сағат 8-ден, то есть 6-ға тең немесе 6-дан үлкен, және 12-ден кем болса, console log бізге экранға қайырлы таң деген сөз шығарамыз. И одан кейін мынандай else if сағат 12-ге тең немесе 12-ден үлкен болса, және сағат кешкі 18-ден кем болса, значит бұл обед уақыты. console.log дейміз де, қайырлы күн деген шығарамыз экранға. Осымен тоқтай салайыншы, лучше мына кодтың бәрін жазып отқанша уақыт алады. Мынаны өздеріңіздер теріп тексеріп көрсеңіздер болады. Мына жерде точкасын ала салайық та. Обновить етейік. Қайырлы таң деген шығарып тұрмын сағат 8-де. Қазір таң сағат 5-ті жазатын болса, ол әлі түнді есептейді. Сол мына жерде ештеңе көрсетіп жатқан жоқ, өйткені мына екі шарттың біреуі орындалып жатқан жоқ мына жерде. Мынау шартымыз да орындалған жоқ, мынау шартымыз да орындалған жоқ та, сөйтіп ештеңе шықпады. Өйткені 5 мына екі шарттың біреуінің ішіне жатпайды, қарайтын болсаңыздар. Ал егер де сағат 11 дейтін болсам, қайырлы таң деген шығару керек. Ал егер сағат 3-ті жазатын болсақ, қайырлы күн деп тұр сағат, обед уақыты 15. Так, 17 ол да қайырлы күн болып тұрады. Уже мынау кешкі сағат 7 болса, уже ештеңе шықпай тұр, өйткені қайырлы кеш болу керек. Егер де мына кодты толық жазатын болсаңыздар, онда тексеруге болады жалпы. Осылай қатарынан үст жазуға болады, else if арқылы. Мына секілді міне. Одан кейін мынандай шартты оператор бар, сұрақ белгісі. Ол да тура мынау жұмыс істеу принципіне қарайтын болсаңыздар, лучше мына жерде мысалдан көріп кете салыңыздар, мынау if else пен мына екеуін салыстырыңыздар. Почти бірдей, то есть екеуінің жұмыс істеу принципі просто мына жерде мынандай сұрақ белгі арқылы, и мынау else деген нәрсе мынандай қос нүкте арқылы жазылады.
И бұндай айнымалы негізі лучше бұндай шартты тексеру кезінде лучше пайдаланбаған дұрыс. Оны мынандай бір какой-то бір айнымалыға шарт беру кезінде ғана пайдаланған дұрыс. Сондықтан да бұны редко пайдаланады, оны мынандай кезде ғана пайдалануға болады. Типа мысалға күннің қай бөлігін мынандай бір айнымалыға теңестіріп алу үшін просто мынандай else if арқылы ұзақ қылып жазғаннан гөрі осылай қысқаша жазып кете салған дұрыс. Осыны айнымалыға беру кезінде мысалға бүйтіп. Ал бірақ лучше қалған моменттерде else if'ті пайдаланған дұрыс, өйткені мынандай бүйтіп жазылған кодты көп адам түсіне бермейді. Өйткені сіздер кейін по-любому бір команда арқылы жұмыс істейтін боласыздар, любой жерге жұмысқа кіретін болсаңыздар, сіздер жалғыз емес, бұл жерде басқа да программистер болады. Сол үшін мынандай көбінесе мынандай if else арқылы жазады постоянно. Өйткені мынандай жазған кодты түсіну оңай да, чем мынандайға қарағанда. Қараңыздар, сұрақ белгі қосымша арқылы түсіну қиын ғой. Сондықтан да осыны ұмытып кетпеңіздер. Жалпы бүгінгі сабаққа осы, келесі жолыққанша.